Сәлем, менің атым Жақсы. Бүгін мен саған трейдерлер шын мәнінде табыс табатын 3 графикалық паттерн жайлы айта беремін. Бұл видеоны соңынан дейін көруін өте маңызды. Себебі дәл осы фигурларды көп трейдерлер уақытында мәмілеге кіру және жақсы пайда алу үшін қолданады. Мен оларды егжей-тегжей талдап беремін. Қалай жұмыс істейді, неге жұмыс істейді, және сен де оларда қалай пайда таба аласың. Сондықтан жайғасып отыр да бастайық. Алдымен графикалық паттерн деген не екенін түсініп алайық. Бізде шамдар, свечи бар, қызыл және жасыл. Олар белгілі бір уақыт аралығында бағаның қалай өзгерінің көрсетеді. Кейде үш шамның өзі қарапайым комбинация түзуге жеткілікті. Бұл шамдық паттерн деп аталады. Ал графикалық паттерндерде шамдар саны әлде қайда көп болуы мүмкін. 5, 10, 15 немесе одан да көп. Олар белгілі бір формаға бірігеді. Бұл форма нарықта қайта қайтанылады. Бүгін мен саған трейдерлер үнемі қолданып табыс табатын, бірақ сен әлі қолданбауын. Мүмкін үш негізі бұрылы паттернын көрсетемін. Бірінші паттерн дабл тап, көз төбе. Көбінен бұл алтын, фунт доллар, евро доллар, фунт иена сияқты танымал құралдарда кездеседі. Қалай көрінеді? Баға алдымен өсіп максимум жасайды. Сосын төмен түседі, кейін қайтадан көтеріледі. Екінші көтерілу шамамен бірінші дегенге жетеді. Бұл нені білдіреді? Сатып алушылар бағаны қарсылық аймағына дейін көтере алған, бірақ сатушылар оны көре түсірген. Баға тағы бір рет көтерілмек болып, тағы да кері қайтарылғанда бұл сатып алушылардың күші таусылып, нарықтың төмен түсуге дайын екенін білдіреді. Сауда жасау оңай. Көз төбен көрсең, растаушы аю шамын күтте сатуға кір. Стоп-лосты соңғы максимумнан сәл жоғары қой. Келесі дабл ботом, қос түбі. Бұл дәл солай, бірақ керісінше баға екі рет шамамен бір деңгейге дейін түседі де W арпіне ұқсайды. Сатушылар бағаны төмен түсіргісі келеді, бірақ екі ретте сәтсіздікке ұшырайды. Бұл олардың күші азайғанын және бағаның өсуге дайын екенін көрсетеді. Мұнда сатып алуға кіру бұқа шамы шыққаннан кейін. Стоп-лосс соңғы минимум дәл төмен екінші көп трейдерлер орнататын паттерн head and shoulders. Қазақша бас және иықтар. Бұның кері нұсқасы да бар inverse head and shoulders. Бұл бұрылу паттерні. Ол трейдтің соңында пайда болып, бағатының өзгертерінен білдіреді. Классикалық нұсқада, егер ол жоғарыда пайда болса, бычий трендтің аяқталғанын және аю трендтің басталатынын білдіреді. Ал төменде төңкерілген түрінде пайда болса, аю трендтің аяқталып, өсу басталатынын білдіреді. Қалай көрінеді? Алдымен сол иық кіші шың, сосын бас ең биік шың. Кейін баға төмен түсіп, он иық тағы да кіші шың жасайды. Бұл үшін нүктенің астында мойын сызығы деп аталатын деңгей болады. Саудаға кіру сигналы бағаның осы сызықты бұзу. Кіру сигналы баға мойын сызығын бұзғанда пайда болады. Классикалық нұсқада егер төменге бұзса, бұл сату үшін кіру. Төңкерілген нұсқада егер жоғарыға бұзса, бұл сатып алу үшін кіру керек. Бұл паттернның артықшылығы неде? Ол алдыңғы бағыттың күшін жоғалтып жатқан сәтті көрсетеді және түсінікті стоппен нақты кіру нүктесін береді. Үшінші паттерн бұл клин. Ол екі түрге бөлінеді: rising wedge, өсуші клин, және falling wedge, төмендеуші клин. Rising wedge көбінесе өсу трейдінен кейін кездеседі. Баға әлі де өсіп жатқандай көрінеді, бірақ ар жана максимум және ар жана минимум бір-біріне жақындай түседі. Графикте бұл жоғары бағытталған, біртіндеп тарылып бара жатқан пішін ретінде көрінеді. Бұл нені білдіреді? Сатып алушылар біртіндеп күшін жоғалтып жатыр. Баға клиннің төменге шиқарасын бұзған кезде, бұл осы тоқтап нарықтың қолдаруға дайын екенін білдіреді. Мұнда сату ашылады. Falling wedge оның толық қарсы нұсқасы. Ол төмендеу трейдінен кейін қалыптасады. Баға түсуді жалғастырады, бірақ қозғалыс диапазоны тарылып барады. Бұл сатушылардың әлсеріп және жатқанын білдіреді. Баға клиннің жоғарғы шиқарасын бұзған сәтте өсу басталады.
мұнда сатып алуға болады. Клиенттің ыңғайлығы ол трендтің әлсіреуін айқын көрсетеді. Ал шекара бұзылғанда әдетте күшті қозғалыс басталады. Оны дер кезінде ұстап алуға болады. Бүгін біз сіз саудада қазірден бастап қолдана алатын 3 паттернді қарастырдық. Ең бастысы, достар, қатаң түрде риск менеджментті сақтаңыздар. Сонда сіздің депозитіңіз біртіндеп өседі. Менің өзімнің тегін трейдинг клубым бар. Онда мен винрейт 70-80% болатын дайын мәмілермен бөлісемін. Мен ашық статистика жүргіземін, дер кезінде жаңартулар беремін, және біздің жерлестеріміз тамаша нәтижелерге қол жеткізуде. Күн сайын мен толық прогнозы және статистика беремін. Орташа алғанда $500 депозитпен және қалыпты тәуекелді сақтай отырып, сіз айына 50-80, даже 100% пайда таба аласыз. Бұл расталған статистика. Қазір экранда көріп тұрған қатысушыларымыздың нәтижелері соның дәлелі.